Опера. Еуропада дүниеге келген ежелгі жанрдың қазақ жерінде пайда болуы, Қазақстандағы композиторлық мектептің дамуымен, еліміздегі алғашқы опера және балет театрының тарихымен байланысты. Отандық өнердің қара шаңырағының сахнасынан еліміз және бүкіл әлем Күләш Байсейітова, Ришат Абдуллин, Роза Жаманова, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев сынды және тағы басқа ғасырдың алтын дауысты әншілерін тыңдады. Абай атындағы опера және балет театры ұзақ уақыт бойы бұл саладағы жалғыз өнер ордасы, музыка мәдениетінің бесігі, мамандар шеберханасы болды. 90 жылдардағы ауқымды саяси және экономикалық күйзелістер мәдениет саласына да әсер етті. Қаржыландыру азайды, көрермендер спектакльге келуді қойды. 1996 жылы театр реконструкцияға жабылды. Мыңжылдықтың басталуы тәуелсіз Қазақстан өнерінің даму тарихындағы маңызды кезең болды. 2000 жыл мәдениетті қолдау жылы болып жарияланды. Абай атындағы театрдың реконструкциясы аяқталды. Ұжым біртіндеп бұрынғы жұмыс қарқынына оралып, жаңа қойылымдар мен классикалық мұраның жаңартылған нұсқалары дайындала бастады. 2000 жылдары Ләйлім Иманғазина қойған «Богема» мен «Тоска» спектакльдерінің премьерасымен басталды. Посткеңестік кеңістіктегі шетелдік режиссерлер шақырылды. Классикалық опера репертуар үшін ерекше болған «Кармен» операсының заманауи нұсқасының қойылымы 2015 жылы театр тарихында қалды. 2018 жыл Масканидің «Сельская честь» және Леон Каваллоның «Паяцци» спектакльдерінің жетістігімен есте қалды. Режиссерлердің батыл ойларын іске асырып, әлемдік және отандық классиканы лайықты ұсыну үшін опера труппасы үздіксіз дамып келеді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері қатары Жәмила Баспақова, Гүлзат Тәуірбаева, Балапан Жұбаева, Дина Дүтмағамбетова опера труппасының вокалдық негізін құрап отыр. Қазақстанның халық артисі Нұржамал Үсенбаева солист ретінде де, шақырылған жұлдыз ретінде де театрмен көп жұмыс істеген. Еліміздің, мемлекетіміздің 30 жылдығы келе жатыр. Баршаңызды осы мерейтоймен құттықтағым келеді. Қазақстанымыз өрлей берсін, жасай берсін. Тек қана үлкен биіктерден көріне берейік. Әсіресе біздің өнер, мен өнер адам болғандықтан, сондықтан барлық әріптестеріме мен шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Операдағы аңыз есімдердің ізімен келе жатқан лайықты жас буында бар. Олар Еуропа астаналарында тәжірибеден өтіп, халықаралық байқауларға қатысып үлгерген. Венера Алпысбаева, Анастасия Кажухарова, Надя Наденова, Оксана Давыденко және басқаларының есімдері жылдан жылға жиі аталып жүр. Зарин Алтынбаева театрда 2013 жылдан бастап жұмыс істейді. Ол Лондонда білім алып, Италия, Грузия, Жапония мен Ресейдің театр сахналарында өнер көрсеткен. Көптеген халықаралық байқаулардың лауреаты. Мне кажется, бұл белгілі бір меже сияқты деп ойлаймын. 30 жылда біраз жетістікке жеттік. Әрине, әлі талай нәрсеге жетуге тырысамыз. Осы елдің мәдениет саласының өкілдері ретінде біз бәріңізді музыкамызбен, шығармашылығымызбен қуантуға барынша тырысамыз. нашей музыкой, нашим творчеством. Соңғы 10 жылда театр ерлер дауыс арасындағы шығармашылық құрамды да жаңартты. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Болатбек Бөкенов пен Андрей Трегубенко және мемлекет әнұранының ресми орындаушысы Талғат Күзембаев қазір аға буын қатарында. Биылғы жыл біздің Қазақстан үшін үлкен мерейлі жыл деп есептейміз, өйткені Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне биыл 30 жыл. Бүкіл қазақстандықтарды, жерлестерімізді, еліміздің, халқымыздың тәуелсіз мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Сахнада жарқырап жүрген жаңа есімдердің қатарында Нұржан Бажекенов, Дулат Тоқанов, Эмиль Сакавов, Төлеген Рахымбаев, Тайыр Тәжі, Дамир Садуақасов, Балуан Беркенов, Артур Габдиев және басқалары бар. Олардың көбі театрдың қазіргі көркемдік жетекшісі, еңбек сіңірген артист, опера әншісі Шахимардан Әбіловтің шәкірті. Хотелось бы поздравить всех. Баршаңызды Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Барлығыңызға бақыт, махаббат, береке тілеймін.
өнерді, театрды жақсы көріңіздер демекпін. Театрға жиірек келіңіздер. Мәдениетімізді лайықты деңгейге көтеруге біз барымызды салып тырысып жүрміз. Сондықтан біз де сіздерден қол соғып қолдауды күтеміз. Бұл республикамыздың әрбір артисі үшін өте маңызды. Театрдың мұрағатында 300-ден астам опера бар. Оның шамамен 37-сі қазір орындалып жүр. 2019 жылы Евгений Онегин операсының премьерасы көрерменнің жүрегін жаулады. Спектакльді қойған халықаралық команда еді. Жыл соңында тағы бір үлкен қойылым болды. Театр афишасында қайта жарқыраған жаңа нұсқадағы Дон Паскуале операсы. 2020 жылдың соңында есте қаларлық тамаша оқиға болды. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрына ұлттық мәртебесі берілді. Осыған орай театр қазақстандық көрермендеріне елдің алтын қорындағы спектакльдің жаңартылған нұсқасын ұсынды. Ресейлік режиссер Михаил Панджавидзе қойған «Қыз жібек» операсы. 2021 жылы қатарынан өткен 3 премьера, ең алғашқы опера театрының сахнасында классикалық «Қыз жібек», Татьяна, Норинамен бірге заманауи музыкалық тәжірибелерге де орын бар екенін дәлелдеді. Моно опералар кеші көрермен қауымның ықыласына бөленіп, шығармашылық ұжымды жаңа қырынан танытты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында Қырғызстандағы Қазақстан мәдениетінің күндерінде Абай атындағы театрдың опера труппасы елдің мәдени бренді ретінде басты спектаклі Абай операсын ұсынды. Бұл уақытта Қазақстандағы опера өнері елдің тағы бір қаласында дамып жатты. 1997 жылы Елорда көшірілген соң, жас қала Астанада мәдени орталық пайда болды. Бұл 2000 жылы ашылған Күләш Байсейітова атындағы ұлттық опера және балет театры еді. 13 жылдың ішінде 50 шақты опера және балет спектаклі қойылды. 2013 жыл еліміздің мәдениет саласының тарихында қалды. Астана опера, мемлекеттік опера және балет театры ашылды. Астана опера ел тәуелсіздігінің символы, Орта Азия өңіріндегі әлемдік сәулет өнерінің классикалық дәстүрімен салынған аса ірі театр. Оның ашылуы айтулы оқиға болды. Қойылымдар мен фестивальдар Астана операның қазіргі заманға үздік театрларымен терезесін тең қылып тұр. Театрдың алғашқы маусымы Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсымен ашылды. Труппа құрамына бүкіл елден жиналған үздік артистер Айгүл Ниязова, Медет Шотабаев, Айзада Қапонова, Альфия Кәрімова, Бибігүл Жанұзақ, Талғат Мұсабаев, Жан Тапин, Жанат Бақтай, Салтанат Ахметова, Мария Мудряк және басқалары кірді. Кәсіби деңгейі өте жоғары жүздеген маман жаңа опера және балет театрын дамытуға үлес қосты. Еуропа сахналарын бағындырған Майра Мұхамедқызы осы жерде үздік арияларын айтқан. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман болсын, еліміз әрқашанда өсіп өркендеп, дамыған мемлекеттердің алдыңғы қатарында міндетті түрде көрінуге мен кәміл сенемін. Біздің болашағымыз жастарда, сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, тәуелсіздігіміздің торы биік болсын. Бүгінде театрдың репертуарында 14 ауқымды опера бар. Олардың ішінде Аида, Травиата, Дон Карлос, Богема, Тоска, Мадам Баттерфляй, Турандот, Севильдік шаштараз және басқа да әлемдік классикамен қатар Қыз жібек, Біржан Сара, Абай сынды көрнекті ұлттық композиторлардың шығармалары бар. Абай спектаклін 2018 жылы ұжым Генуядағы Карло Феличе театрының сахнасында қойған еді. Это визитная карточка нашей культуры. Бұл біздің мәдениетіміздің бет бейнесі, тамаша шығарма. Біз қойылымның толық құрамын алып келдік. Абай операсы қазақ тілінде, итальян тіліндегі субтитрлармен көрсетіледі. Бұл операның италиялық премьерасы болмақ. Өте маңызды, жан тебірентер сәт. Өйткені Италия опера өнері туған жер. Премьера өте сәтті өтті. Италиялықтар операның сюжетіне де, ауқымына да, қазақстандық артистердің ән айту мәнері мен музыкалық дарынына да таң қалды.
Абай операсы туралы айтсам, ол Астана операның репертуарындағы ең ғаламат опера деп ойлаймын. Ол Италия көрермені үшін ерекше қызық. Себебі қазақ тілінде айтылады, және қазақ халқының дәстүрлерін көрсетеді. Премьераның билеттері бір апта бұрын сатылып кетті. 2018 жылы Астана опера театрдың авторлар ұжымы опера қойылымын жасаушылар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ие болды. Театр гастрольдерінің жылнамасын парақтай отырып, ұжымның 2019 жылы Красноярск қаласындағы Дмитрий Хворостовский фестиваліне қатысуына тоқталу қажет. Мұнда Астана опера Чайковскийдің Евгений Онегин операсын ұсынды. Оның премьерасы 8 ай бұрын театр сахнасында болған еді. Сол 2019 жылы театр ұжымы италиялық Эцио Фриджерио, Джузеппе Аквавива мен Андреа Бернард қойған Париж Богемас операсының премьерасын ұсынды. Бас партияны театрдың жетекші солисі, әлемге танылған прима Мария Мудряк орындады. 2017 жылы Мария ұлы опера әншісі және дирижер Пласидо Доминго құрған Опералия дүниежүзілік опера өнері байқауының қола жүлдегері атанды. Сол жылы байқау Астана опера театрында өткен еді. Байқауға қатысуға әлемнің 17 елінің артисі келген. Был очень сложный конкурс, сложный. Байқау өте қиын болды. Моральдық жауапкершілік тұрғысынан ауыр болды. Көбісі өз үйіңде ән айтып жатырсың ғой. Саған оңай шығар деп жатты. Олай емес екен. Одан да қиын. Жауапкершілік 3 есе көп. Сені бәрі танитынын, жақсы нәтиже күтіп отырғанын білесің. Сондықтан әрине бұл байқау ең қиыны болды. Конкурс был для меня очень сложный. Осы жылдар ішінде Астана опера театрының сахнасында қазақстандық белгілі артистермен бірге әлемдік опера өнерінің жұлдыздары Пласидо Доминго, Елена Образцова, Хосе Каррерас, Анна Нетребко және басқалары өнер көрсетті. Мұнда Миландық Ла Скала театры, Неапольдық Сан-Карло, Генуялық Карло Феличи, Париж ұлттық операсы, Санкт-Петербургтың Марин театры гастрольдік сапармен келген. Біздің театрда оларға гастрольмен барып қайтты. Мысалы, Неваның жағасындағы Санкт-Петербург опера сахнасындағы Джоакино Россинидің Жібек саты фарс операсы өте сәтті өтті. 2020 жылы Астана опера өз сахнасында тағы бір италиялық композитор Гаэтано Доницеттидің 2 спектаклін Дон Паскуале мен Любовный напиток операсын ұсынды. Бүгінде Қазақстан мәдениетіндегі жетекші рөлге ие Астана опера театры жаңа бағытта жұмыс істеп жатыр. 2021 жылы шілдеде Халықаралық опера академиясы ашылды. Мұнда жас вокалистерді үлкен сахнаға дайындайды. Олар опера өнерін үйренумен қатар шет тілдер, сахнадағы қозғалыс пен актерлік шеберлікті оқиды. Еліміздегі 3-ші опера балет театры Шымкентте орналасқан. Ол 2008 жылы Інжу Маржан операсымен ашылды. Репертуарында 20 шақты қойылым бар. Театрда 200-ден астам артист пен өнер қызметкері жұмыс істейді. Әлемге танымал тамаша опера әншісі Майра Мұхамедқызы директор болып келгенде, театрдың дамуындағы жаңа кезең басталды. Оның идеясы бойынша 2021 жылы театр тәуелсіз Қазақстандағы 2-ші ұлттық операның премьерасын ұсынды. Домалағана операсының музыкасын композитор Тасқын Жармұхамед, либреттосын Асқар Майемеров жазған. Ұжым операны Қазақстанның бірнеше қаласында, елдің бас сахнасы Астана опера театрында сәтті көрсетіп шықты. 87 жыл бұрын елімізде қазақ мәдениетіне бейтаныс жаңа жанр опера пайда болды. Соңғы 30 жылда ол тұрақты дамып келеді. Жаңа шығармашылық ұжымдар пайда болды. Репертуар түбегейлі жаңарды, опера сахнасында жаңа жұлдыздар жарқырады. Дүние жүзіндегі көрерменнің қошеметі мен ықыласына бөленіп жүрген қаншама талант Қазақстан операсын әлем өнерінің жылнамасына енгізді.